ертеде ешкі жүні бөртеде, ертек айтып бермесең ұйықтамайтын еркелер сандығымды сиқырлы сендерге арнап ашайын. Сандық толы ертегі шашу еді шашайын. Теледидар төрінде ертегілер елінде балаларым сендерде ертек айтып беріңдер. Тау көтерген толағай жолбарыспен алысқан, көл тауысар қомағай теңізді тауысқан. Желден жүйрі жел аяқ ұшқан құспен жарысқан, құмырсқамен дос болған аң патшасы арыстан. Теледидар төрінде ертегілер елінде балаларым сендерде ертек айтып беріңдер. Балалар, балымызда қалыңдар. Қандай дәмді? Қызық, ертегілер еліндегі көл тауысар. Қанша шелек балмұздақ жейді екен? Ал тау соғаршы. Ол таудай балмұздақ болса да жеп қоятын шығар. Айтпақшы балалар, мен бір тамаша жаңалық естідім. Біз туралы ертегілер еліне саяхат атты мультфильм шығыпты. Ой, рас айтасың ба, Ганс? Иә, қазір дүкенге барып, сол таспаны тауып алайық. Кеттік ендеше. Мен өзім туралы мультфильмді тезірек көргім келеді. Жүріңдер тезірек. Мынау толағай туралы екен. Қошқар мен теке. Мені таптым. Ертегілер еліне саяхат. Қане көрсетші. Ой, мынау мен ғой. Ал мынау мен. Гансты қараңдар. Тышқан, құтқарыңдар. Тышқан жүр мұнда, тышқан. Тышқан дейді? Қане, қайда? Әлі ұстаңдар. Тоқта деймін. Дыбысыңды шығарма. Кір мұнда. Шық. Тышқан, сен мұнда қайдан тап болдың? Шық. Түсінікті. Бұл тек ертегілер елінде ғана адамша сөйлей алады. Ол бізге бір нәрсе айтқысы келіп тұр. Тағы да құмыра. Бұл бізді ертегілер еліне шақырып тұрған сияқты. Тышқан бізге маңызды бір хабар айтпақшы ғой деймін. Онда не істейміз, балалар? Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін.
Сен сөйлеме. Әйтпесе ірімшігіңнен айырылып қаласың. Жарай ма? Жарайт. Қап, айттым ғой мен саған. Ганс, ертегіде не айтылса, оқиға бәрібір солай аяқталады. Ой, сонда қарға өмір бақи ірімшік жей алмай ма? Достар, тышқан бізге бір нәрсе айтпақ болып еді ғой. Мен сендерге мені құтқарып қалғандарың үшін рахмет айтайын дедім. Жоқ, сен бір маңызды нәрсе айтпақшы болған сияқты едің ғой. Жақсылық жасаған жандарға рахмет айту мен үшін өте маңызды. Тышқан, сен қолыңды былай құлаштап көрсеткен жоқсың ба? Я, көрсеттім. Үлкен рахмет дедім. Сәл тынышталыңдаршы. Мен бір дауыс естіп тұрмын. Қаны? Йо, мен де естіп тұрмын. Ойбай, тығылыңдар. Бұл алып жыланның сылы ғой. Оның көпкен осы бәйтеректің басындағы самұрық құстың балапандарын жегісі келеді. Қашайық бәріміз. Ой, байғұс балапандар-ай. Онда біз ертөстікті шақырайық. Ертөстік? Оны қайдан табамыз? Жылан болса жақындап қалды. Не істейміз? Тезірек ойланайық. Әйтпесе жылан бізді де жұтып қояр. Таптым! Ха-ха! Бұл Дәуіт жыланның қас дұшпаны. Мен мұны тірі жәндіктер мүйісіне қоюға, биологиядан беретін Гүлжан апайға берейін деген едім. Қаны батырым, көрсет өнеріңді. Жарайсың, Дәуітім! Нағыз мықты екенсің! Ганс, осы ерлігі үшін Дәуітті бостандыққа жіберейік. Ол енді ертегілер елінде қалсын. Жарайт! Биология кабинетіндегі шкафқа қамалғанша, табиғат аясында еркін өмір сүргені жақсы ғой. Солай ма, Дәуіт? Әрине солай. Бұл жердің табиғаты маған өте ұнайды. Рахмет сендерге, балалар. Қош, сау болыңдар. Қанекей, балапандарды көрейікші. Хей, балапандар! Сен ертөстіксің бе? Жоқ, мен болатпын. Ертөстік кешігіп келе жатыр. Ал бізді жейтін жылан қайда? Біз оны қуып жібердік. Қорықпай-ақ қойыңдар. Біз не үшін қорқамыз? Қорықсаңдар, сендер қорқыңдар. Себебі дәл қазір самұрық анамыз келе жатыр. Бұл самұрықтың көз жасы мен маңдай тері. Ал жел қанатынан пайда болып отыр. Ол жақындап қалды. Балапандарым менің, ең бастысы сендердің аман екендерің. Ал ер төстіктің бір тығыз шаруасы шығып қалған болар. Солай ма, адамзат балалары? Сендерге алғысым шексіз. Жақсылықтарыңды қалай қайтарсам екен? Сіз бізді тесік тасқа жеткіз тастаңызшы. Әйтпесе күн батып кетер анық. Сол да сөз болып па? Қаны балалар, мен сендерді тесік тасқа өзім апарып тастайын. Алақай! Алақай!
хабарласып тұр. Әйтпесе сен біздің заманымызда сөйлей алмайсың. Я, егер бізден қандай да бір көмек қажет болса, біз дайынбыз. Бұл кім өзі? Асығыс қой, ер төстік шығар. Сау болыңдар, көріскенше балалар. О, Ганс, сен маған қоңырау шалып тұрсың ғой. Ол тышқан ғой, қаны берші. Алло, тышқан, алло. Бұл кім өзі? Теледидар төрінде ертегілер елінде балаларым сендерде ертегі айтып беріңдер.